60 жылдардың тың жерлерді игеру кезінде стратегиялық қателіктер жіберілді. Нәтижесінде топырақ жел эрозиясына ұшырады. Ал бұл астық өнімділігінің төмендеуіне келді. Жер бар құнарлығынан айырылып, егіске жарамай қалды. Бірақ партия басшылығы астық өндірісін арттыруды талап етті. Өзінің топырақ қорғау жүйесін қайсарлықпен қорғап, қазақтың жерін тоздырмай, ауыспалы егісті пайдаланайық деп дабыл қаққан бүкіл одақтық астық шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының директоры Александр Бараевтың Никита Хрущевпен ұстасуы тарихта қалған айрықша оқиғалардың бірі. Ваш директор Бараев, у него кошачий характер. Царапается, как кошка. Заладил поры до поры. Все, увеличиваем посевные площади для кукурузы и зернобобовой культуры. Наши планы ясны. За работу, товарищи. Поднимем целину. Минуточку. Никита Сергеевич, я категорически не согласен с вашей идеей. Мы не можем год от года засеивать на одни и те же поля. Земля может истощиться. Прошлым летом температура почвы достигла 60 градусов. Появились песчаные бури. Под ветряную эрозию попали 9 миллионов гектаров земли. Это доказывает, земля должна отдыхать. Мы обязаны пользоваться парами. Что за вздор? Эта полемика не имеет смысла. Я сказал, будем увеличивать посевные площади. Точка! Никита Сергеевич, простите, но вы совершаете ошибку. Вы наглец. Разрешите? На этих снимках мы видим результат выращивания зерновых культур на отдохнувших почвах, так называемых парах. Результат прекрасный. А это что за сорняк? Ну, это, Никита Сергеевич, мы сделали так, как просили вы. Вы говорите мне, первому секретарю ЦК КПСС, главе государства, да я вас из директоров переведу в рядовые агрономы. Приказываю разжаловать сегодня же. Бұл кездесуден кейін Александр Бараевты қызметінен босату туралы шешім қабылданады. Бірақ оның орындалуы ұзаққа созылады. Тыңның бас агрономын қорғап, қолдаған жақтастар да табылады. Алайда көп кешікпей, Никита Хрущевтің өзі күтпеген жерден аса жоғары лауазымын тапсыруға мәжбүр болады. Ал академик болса, ел игілігі үшін табандылықпен еңбек етуін жалғастырады. Социалистік еңбек ері, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Александр Бараев астық шаруашылығы саласында 350-ден астам ғылыми еңбек жазған. Оның зерттеу жұмыстары тың жерлерді игеру процесін әлде қайда жақсартып, қазақ даласының құнарлы топырағын эрозиядан барынша сақтап қалуға мүмкіндік берді. Александр Иванович Сарыарқа төсінің астық өлкесіне айналу жолында аянбай еңбек етіп, қазақ елінің агромәдениетін дамытуға өлшеусіз үлес қосқан тарихи тұлға. Қазақстанның егіншілігінде ауыспалы егіс танаптарының мүмкіндігінше көбірек болу үшін жан қиярлықпен күрескен ол нағыз ұлт жанашыры. Біздің баршамызды ортақ тарих, бір тағдыр, өткен күндердің өшпес өнегесі мен болашаққа бағдарланған батыл мақсаттар біріктіреді. Біз бір тұтаспыз. Біз біргеміз.